орталық көшелерінің бірі 8 микрорайон немесе қазақша айтқанда 8 мөлтек ауданы. Негізі бара жатқан жазылып қойған жер емес, салонға кешігіп бара жатырмын. Егерде 8 микрорайоннан ары қарай жүре беретін болса, Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті Құдайберген Жұбанов атындағы осында летный училище бар. Негізі Ақтөбеге Қызылорда, Ақтаудан көп келеді. Егер келем деген болашақ студенттер болса, кішкене ғана информация. Ар жағында Алтай базары бар. Көшенің барлығы мұз. Абайлап жүрмесе қатты болады. Мен бүгін негізінен өзімнің көптен бері болмаған Ақтөбенің көшелеріне жетіп келе жатырмын. Мынау Әбілқайыр хан проспекті, Сағызды деп айтамыз. Мына жерде атақты Ақтөбе магазині. Көшені тазалап жатыр, көшенің барлығы әйтпесе мұз. Жаңа видео түсіріп келе жатырып, байқамай қалып қала жаздап не көреді. Осы кісілердің еңбегі зор қыстың кезінде аязда барлығын тазалап. Қазір Патке дейін барам, Паттен ары қарай Нұрғасыр мешіті орналасқан жаққа барамын. Нұрғасыр біздің қаладағы жаңа және үлкен мешіт. Астыке қарай жүре берсем, келесі үлкен көшеге болады. Күн бүгін аяз екен біршама. Ақтөбеде қанша тұрсам да, осы жерден қанша өтсем де, өнер орталығында болып көрмеппін, және осы жерге монументтің алдына жақындап ешқашан келмеппін. Жақындап бірінші рет өтейін деп тұрмын осы жерден. Жолдың ар жағында Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің паркі орналасқан. Алдыңғы видеолардың бірінде мен осы парктың ішінде жүріп түсірген болатынмын. Алдымыздағы жасыл здание Ақтөбедегі ең биік этаж, 25 этаждық үй. Қателеспесем, Ақтөбедегі ең биік этаж үй осы.